Сәлеметсіз бе? Қазіргі кезде көп ер адамдар простатитпен ауырады. Оны қалай емдейтінін білмейді. Простатит дегеніміз ерлерде жиі кездесетін қуық асты безінің простатаның қабынуымен сипатталатын урологиялық ауру. Ол шат аймағындағы ауырсыну, зәр шығарудың қиындауы немесе жиілеуі және репродуктивті функцияның бұзылуымен көрінеді. Бұл рецептті жасап көріңіз. Міндетті түрде қолданғаннан кейін бірден нәтиже көретін боласыз. Сондықтан қыз-келіншектер осы рецептті сақтап алып, күйеулеріңізге жасап беріңіздер. Бұл рецепт үшін бізге асқабақ дәні керек. Оны блендермен ұсақтаймыз. Одан кейін 1 ас қасық бал қосамыз. Екеуін араластырып, домалақ форма жасаймыз. Бұл ем 14 күн жүреді. Күніне 1 домалақтан 2 рет тамаққа дейін жарты сағат бұрын жеп аламыз. Және де бұл адамның бойындағы шлак, токсин, паразиттерді шығарады. Бұл рецепті әйел адамдарда қолдануына болады. Ем болсын, денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер. Сау болыңыздар.